Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің бұйрығымен құрылған арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы 1992 жылы ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың әртүрлі санаттарына, оның ішінде аутизмге психологиялық педагогикалық көмектің қазіргі заманғы технологиялар мен әдістерін зерделейді, әзірлейді және енгізеді. Аутизмі бар балаға және оның отбасына көмек көрсету диагностикалық тексеруден басталады. Аутизм қаупі бар балаларды тексеру біздің орталығымыздың консультация бөлімінде жүргізіледі. Онда кешенді тексеру жүргізіледі. Медициналық, неврологиялық және психиатриялық, сондай-ақ психологиялық, педагогикалық тексеру, психолог, логопед, дефектолог, әлеуметтік педагогтың тексеруі. ПМБК-да аутизмі бар балаларды тексеру үшін қазақ және орыс тілінде кешенді тексеру бағдарламалары әзірленді. Олар аутизм кезінде зерттеп қарау және консультация беру тәртібін стандарттауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ диагностикалық тексерудің халықаралық танылған әдістері қолданылады. Бұл скринингтік әдістер 30 айға дейінгі балаларға арналған, ата-аналарға арналған иншаат сауалнамалары, мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың ата-аналарының әлеуметтік коммуникативтік сауалнамасы. Зерттеу кезінде қолданылатын тағы бір халықаралық әдіс бұл аутизмді диагностикалаудың АДІС халықаралық алтын стандарты немесе аутизмді диагностикалық тексеру жоспары. Диагностикалық кеңес беру бөлімінде АДІС арқылы балалар мен жасөспірімдерді тексеруді біздің сертификатталған мамандар жүргізеді. Кешенді тексеру нәтижелері бойынша баланы дамыту, тәрбиелеу және оқыту мәселелері бойынша отбасына консультация беріледі. Психологиялық педагогикалық көмек көрсету бойынша ұсыныстар ұсынылады. Бұл аутизмі бар балаларға арналған арнайы дамыту бағдарламалар бойынша оңалту орталықтары мен түзету кабинеттерінде арнайы дамытушылық оқыту, әртүрлі мамандардың қызметтері, сондай-ақ жалпы білім беретін инклюзивті мектепке дейінгі және мектеп ұйымдарында аутизмі бар балаларды психологиялық педагогикалық қолдау. Оңалту және жаңа технологияларды енгізу бөлімі туғаннан 18 жасқа дейінгі психикалық дене дамуында кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерге психологиялық, педагогикалық және медициналық әлеуметтік көмек көрсетеді. Бөлім қызметінің мақсаты мүмкіндігі шектеулі балалардың түрлі санаттары мен түзету дамыту жұмыстарының психологиялық, педагогикалық технологияларын апробациялау және қолдану. Балаларды оңалту технологияларының мазмұнын жетілдіру және балалармен және олардың отбасыларымен жұмыс тәжірибесін тарату болып табылады. Оңалту бөлімінде аутизмі бар балаларға да көмек көрсетілетіні ерекше маңызды. Аутизмді спектрлі бұзылысы бар балаларға тиімді ғылыми дәлелді базаға негізделген көмек әдістемелері мен технологияларын көрсету үшін орталыққа аутизмі бар балаларға арналған арнайы дамыту бағдарламасы әзірленді. Бағдарламаның мақсаты психикалық дамуды қалыпқа келтіру, әлеуметтік бейімделу және аутизмі бар баланы білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеуге сапалы дайындау үшін қарым-қатынас және әлеуметтік өзара іс-әрекет дағдылары дамыту болып табылады. Арнайы бағдарлама психологиялық педагогикалық жұмыстың негізгі бағыттарын қамтиды және жаһандық тәжірибеде қолданылатын аутизмі бар балалармен жұмыс жасаудың көптеген стратегиялары мен әдістерін сипаттайды. Мысалы, эмоционалды бағытталған тәсілдер, балаға еліктеу ұстанымына негізделген әдістер, мінез-құлық тәсілдері, баламалы байланыс жүйесі, сенсорлық біріктіру әдістері, аутизмі бар балалардың ата-аналарына көмек көрсету қолданылатын тәсілдер. Сондай-ақ балалар психологиясы тәжірибесінде қолданатын балалардағы қарым-қатынас дағдыларын дамыту стратегиялары. Әзірленген дамытушы бағдарлама психологиялық педагогикалық түзету кабинеттерінің және оңалту орталықтарының психологтарына, сондай-ақ аутистік бұзылыстары бар балаларға жеке және кіші топтарда психологиялық көмек көрсететін мектепке дейінгі мектептік арнайы және жалпы білім беру ұйымдарының психологтарына арналған. Оңалту және жаңа технологиялар бөлімінің мамандары психологиялық педагогикалық түзету кабинеттерінің оңалту орталықтарының мамандарына мүмкіндігі шектеулі балалармен түзете дамыту жұмыстарының бағдарламаларын пайдалануда консультациялық және әдістемелік көмек көрсетеді. Оқуда қиындықтарға тап болған немесе мінез-құлық бұзылыстары бар оқушыларға психологиялық педагогикалық қолдау көрсету мақсатында ресурстық орталық құрылды. Ресурстық орталық бұл оқу үдерісінде инклюзия қағидаларын іске асыруда мұғалімдерге көмек көрсету және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға мектепте кедергісіз орта қалыптастыру үшін құрылған арнайы ұйымдастырылған кеңістік. Ресурстық орталықтың қызмет бағыттарының бірі психологиялық педагогикалық қолдау көрсету қызметінің жұмысы болып табылады.
мінез-құлық бұзылыстары бар балалармен сабақтарды психологтар, логопедтер және арнайы педагогтар жүргізеді. Сонымен қатар, осы балалардың сүйемелдейтін мектеп мамандары болашақта олар аутизмі бар балаларға біздің көмегімізсіз психологиялық педагогикалық қолдау көрсете алатындай болу үшін оқуға келеді. Ресурстық орталық базасында арнайы және инклюзивті білім берудің әдістемелік ұсыныстары мен нормативті құқықтық базасы әзірленеді. Атап айтқанда, ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау ережелер мен психологиялық педагогикалық қолдау көрсету ережелер және басқалар. Сондай-ақ ресурстық орталық инклюзивті тәжірибені дамытудың аймақтық ресурстық орталықтарына тұрақты консультация және практикалық көмек көрсетеді. Біздің орталық өңірлік ресурстық орталықтармен желілік және іс-әрекетті ұйымдастырады және өңірлік ресурстық орталықтардың қызметін үйлестіруші рөлін атқарады және ғылыми әдістемелік басшылықты орындайды. Жалпы біздің орталық балаларға, ата-аналар мен мамандарға көмек көрсету бойынша кешенді жұмыс атқаруда.